5 жыл болгон заманында Байдымат Кичурукова Баппаханчик деп ансамбль ачканда мен Байдыматка бир бек тилейм. Менге ата журтумдун жырыны бир бер, сүймөклүк үсүнөн жырыны бер деп. Ол да күлүп, биринчи жырым сахнага чыгып жырлаганым ата журтумдун үсүнөн эт. Мен сизге бир жырлайм аны. Сүйсең сүй мени, сүйсең түү, бекерке өскен кызыңма, бир күн абынып ачы жыласа, ана жылыну кызганма. Бир күн абынып ачы жыласа, ана жылыну кызганма. Бұлай сөзлесені жүрегіңе еттеден кірген себепті тыңлаған адамға да сіз еттеден оғынақ ата жұртуғысының сүйерге, аңа ұлы сый берге деп күреше болса, бұл жолда барған саатыңда сен ұл ата жұртқа сүймеклігіңе башқа жырлаблада белгілете болса. Аллах айтса, кесім жазарға да күрешеме. Байдыматтын жырларында бирте бек сүйеме. Ол жырла бла өскеме, аны макаблар бла, аны сөзлері бла. Жырларға да, жырны сүйерге да, халыққа, милетке, аны сиңдерге да мені түзін айтсам, Байдымат үйреткен еді. Жырны тез жырлайса, мапсатта қалай жырлағанса, не көзлерің сөйлешмейді, не сөзің сөйлешмейді, адамның içine кіріп шығарға керексе сен, ол жыр адамның içine кіріп, жүрегіңде қалып, адамны сағышқа айып, адам сүймеклікке сіңіп, жырдан жүрегінде бір жүк қалырча. Не бош жыр шықты деп демесчі адам. Сүйерчі ма ол жырны, әнтті бір тыңларым ма бұл жырны дерчі. Ол үреткен ет мені. Арттан, қалай айтайым, ма чүп-чүк ұчамыд. Қалай ұчқан маны сен жыр бұла айтырға көгістірге керексе. Суғдам жүзесе, қалай жүзгеніңе, адам ма суда барғанша болып көруге керекті дейді. Малай үйреткен ет ол мені. Челігімнен ма сахнаға шықтың ма, жүрегіңе алайда қойып шық.